Сәлем. Подписаться етсеңіздер, қарап тексеріп жіберсеңіздер, комментарийға жазып айтсаңыздар, сұрасаңыздар, жауап беремін. Бүгін моцарелладан салат жасаймыз, и канапе, и брускетта, бұйырса. Моцарелла бізде бүгін екі түрлісі бар. Блок деп айтылады. Бұл қатты түрі. Көбіне бұны неге пиццаға қолданады ғой. И гальбани бар. Гальбани бар в воде. Моцарелла в воде деп айтамыз, гальбани деп, буфла деп айтылады иногда. Сол бәрі синонимдары. Қазір міне не жасаймыз. Черри. Бір келкі ортасынан туралған дұрыс болады. Песто соусты келесі видеода дайындап көрсетуге тырысамын. Песто соуспен заправиться. Песто соуста соль бәрі мощный бар. Сонысымен әдемі. Если песто соуста слабый болса дәм, можно соль салуға, перец салуға. Бірақ біз дайындағанда мощный салып и заправим. И масломен, өзі масломен. Дәмі әдемі болады. Базилик іздеп жатырмын, әдемі. Базилик бірақ көге шыдайды өзі. Тез қарайып кетеді. Кетті моцарелла салса. Маған бір видеода үлкен моцарелладан істеген жібердім бір видеода. Осылайынан кесіп аламыз, брускетті. Оны үйде жағдайда сковородкаға қыздырып, сухой сковородка қыздырып, и күйдіріп алуға болады екі жағы. Корочка берсе, анау помидор, сыр, су онша не қылмайды. Мен уже сразу грильдан дайындап алдым. Видеоға дайындалып солай. Осыған міне песто соус болғанда кетеді. Смекқа астына жағамыз. Қасықпен астына болады. Кабетіне тоже құямыз. И черриді былай круглый шкам. И мынадай. Мен уже турап дайындап ортада міне бір-біріне келтіріп кішкене араластырамыз соусты, қою астында қалып қоймыз. Рекламада көп көретін осыны көп беретін еді. YouTube қарап атсам. Осы брускеттамыз. Мына базилик. Осыдан базиликтен песто соус дайындалады. Дәмі әдемі болады. Считается прям осы мындай көрінеді.
Şimdi kanapе түрін қазір көрсетем. Мен бүгін мына канапе, тағы да сол моцарелла баяғы. Черримізді екіге осылай бөліп аламыз. Осылай. Сіздерге өтініш деймін ба, қалай? Подписаться етіп, комментарий жазып қойсаңыздар, мен қуанышты боламын. Әр күніміз берекелі болсын. Барлықтарыңызға сол күннің жақсылығын тілеймін. Бағанағы моцарелламыз. Міне, мына жағына крышка жағы, крышка жағына не аламыз? Қатты сөкпеңіздер. Осылай жинап аламыз. Ыдысымыз қанша? Сосын мына стаканға соусымызды алып. Көрермендер, сәлеметсіздер тағы да. Бүгін мен томато моцарелла канапе істеген видео түсіріп, ол дұрыс болмады. Сонымен дайынын тез тағы да бір түсіндіріп жіберейін деп жатырмын. Міне түбіне соусын құямыз. Сосын жаңағы мынау шпажкамен моцарелланы дайындап осылай саламыз. Сонымен зелень қандай бар сізде, соны салуға болады. Осылай. Бізде жұмыс қызуда жақсы, барлықтарыңызға сәттілік. Жазылып қоюларыңызды сұраймын деп.